Harry Kane әлем чемпионатында ЛГБТ қауымдастығын қолдайтын белгі тағып шығады. Гризманның трансферінен тың ақпараттар. Мбаппенің еркелігі және Эрлинг Холланд Барселонаға немесе Реал Мадридке ауысуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Барселона Селта матчында Селтаның екінші таймда көрсеткен ойына. Барселона қақпасына туындаған көптеген сәттер көктегілерге Камп Ноуда гол соғуға көмектеспеді. Селта Вигоға түксіз қайтты. Бұл жеңіліс өте ащы. Біз керемет ойыннан көңілсіз, жеңіссіз қайтып бара жатырмыз. Бұл менталитетімізді сақтап қаламыз деп үміттенемін. Егер осылай жалғастыра берсек, ақырында жеңіске жетеміз, деді Селта бас бапкері Эдуард Коудет. Селта шабуылшысы Ларсен де өз ашуын айтып қалды. Біздің көңіліміз қалды, біз өте жақын болдық. Бізде бірнеше мүмкіндік болды, менің голым офсайдта қалды. Екінші таймда біз жақсырақ болдық. Бұл командалық ойын. Осылай ойнауды жалғастыра берсек, бізде жақсы маусым болатынына сенімдімін. Барселона қиналып болса да Селтаны жеңді. Бірінші орынға шықты. Бірақ бұл ойында Барселонаның ойы Селтаға қарағанда Интерде көбірек болды. Барселона қазір Эл Классиконы мүлдем ойлап жүрген жоқ. Чемпиондар лигасы Ла Лига мен Реал Мадридтен маңыздырақ. Қаржы жағынан да, спорт жағынан да қарарсақ, Барселонаға Интерден ұтылуға болмайды. Егер Барселона жеңілетін болса, онда бізді клубта үлкен өзгерістер күтіп тұрғаны анық. Антуан Гризманның Атлетикоға трансфері орын алды. Матео Алемани мадридіктермен толықтай келісімге келді. Марка басылымы бұл трансфердің сомасын 20 миллион евро деп хабарлады. Бірақ сонда да журналистер бұл трансфер жайлы Жоан Лапортеге сұрақтар қойып тынбады. Лапортенің сөздерінен трансфер жайлы кейбір ақпараттар белгілі болды. Екі тарап арасында келіссөздердің асығыс жүргені Атлетиконың талабы. Олар тезірек Гризманды командаларына қосқылары келген. Мадридтіктер алдағы әлем чемпионатында Гризман өзін жақсы қырынан көрсетеді деп есептейді. Егер дәл осылай болса, Атлетико француздың бағасын көтеріп, оны сатуға дайын. Бұны түсінген Барселона қарап қалмай келісімшартқа тағы да бір бөлім қосты. Осы бөлім бойынша егер Атлетико Гризманды сататын болса, онда Барселонаға бұған дейін уәде етілген 40 миллион евроны төлеуге тура келеді. Бұдан бөлек Гризманның Барселонадан кететіннің тағы бір пайдасы, осы трансфер арқылы каталондықтар өздерінің жалақы қорын 36 миллион евроға қысқарта алды. Кеше Мбаппе Реймспен болған тең ойыннан кейін тағы да Инстаграм желісінде PSG-дағы орнына көңілі толмайтынын жеткізген еді. Бұған Барселона мен Франция ұлттық құрамасының бұрынғы ойыншысы Эммануэль Петти жауап берді. Соңғы күндері мен оның орынсыз айтып жүрген сөздерін естудемін. Ол бара-бара негізгі тақырыптан ауытқып бара жатыр. Футбол ауызбен емес, аяқпен алаңда ойнайтын ойын. Менің естуімше оған берілген уәделер орындалмай жатыр. Менің оған айтқым келетіні, Килиан, болды, есей. Бұл өмір. Жұмыс істеп жүріп бәріне көңілің толмай жүрме? Сен сәл өзіңді есейген адам секілді ұстауың керек. Килиан, менің саған айтатын ақылым. Егер сен өз қателіктеріңді қаншалықты тез түсінсең, соншалықты тез жақсы ойнай бастайсың. Және әріптестеріңмен де ара қатынастарың жақсарады. Сен бәрінің ашуына тиіп біттің. Сен өзіңді тіпті басшылықтан да жоғары ұстайсың. Соңғы уақытта болған жағдайларды сен көтере алмай қалған секілдісің. Сенің футбол тарихындағы ең үлкен айлығың сенің істеріңнің қасында түкке де тұрмай қалды, деді Эммануэль Петти. Эрлинг Холланд Манчестер Ситиде тек 2 жыл ойнауы мүмкін. Ойыншының клубпен 5 жылдық келісімшартында 175 миллион евро кету сомасы бекітілген. Бұл келісімшарт бойынша Холланд үшін 175 миллион евро төлейтін кез келген АПЛ-де ойнамайтын клуб норвегиялықты сатып ала алады. Ойыншының кету сомасы тек 2024 жылы ғана іске қосылады.
Сондықтан Реал Мадрид және басқа да клубтар ойыншыны алдағы қыста және жазғы трансферде сатып ала алмайды. Және Холландтың келісімшарт мерзімі аяқталған сайын кету сомасы да азайып отырады. АПЛ-де ойнамайтын алып клубтар Холландты 2024 жылы сатып ала алатын болса, Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпульге ойыншыдан үміттерін үзуге тура келеді. The Athletic басылымының хабарлауынша, Манчестер Сити Холландты 2024 жылы 175 миллион евро алса ойланбай сатады. Оған қоса, ол уақытта Роберт Левандовски мен Карим Бенземаның жасы шамамен 36-да болады. Сондықтан испандық екі алып, шабуылшыларын алмастыру үшін Холландтың көмегіне жүгінуі мүмкін. Айта кетейік, бірнеше күн бұрын Гвардиола Холландтың келісімшартында кету сомасы бар екендігін жоққа шығарған болатын. Sport Mail басылымының хабарлауынша, егер Холланд маусымның соңына дейін осылай ойнауды жалғастырса, АПЛ-де 66 гол салуы мүмкін. Англия құрамасының капитаны Харри Кейн FIFA тыйым салғанына қарамастан, Катарда өтетін әлем чемпионатында One Love сөзі жазылған капитандық белгі тағады. Өткен айда FA Англия капитанының кемсітулерге қарсы бастаманың бір бөлігі ретінде кемпірқосақ түсті капитандық белгіні тағатынын хабарлаған. FIFA әлі рұқсат бермегеніне қарамастан, бұл үшін айыппұл салынуы мүмкін болса да, кейін бұл белгіні тағады. One Love белгісі Катардағы бір жыныстық қарым-қатынастарды қолдау мақсатында тағылады. Бұндай белгіні Кейн Ұлттар лигасының соңғы ойынында UEFA-ның рұқсатымен алаңға тағып шыққан болатын. Бірақ бұған FIFA әлі рұқсат берген жоқ. Бұдан бөлек өткен айда Катар әмірлігінің өкілі ЛГБТ жалауын ұстаған кез келген адам жазаға тартылатынын хабарлаған болатын. Англия тіпті турнирден де шектетілуі мүмкін. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.